Балалар, біз қазір қазақтың ұлттық 5 асық ойынын ойнаймыз. Ойнаймыз ба? Иә. Мен қазір сендерге ойынның шартын түсіндіріп кетейін. Ойын асықтарды үйірі арқылы ойнатылады. Сақасы алшысынан түскен ойыншы ойынды бастайтын болады. Ал егер де ойын кезінде асықтарды алған кезде қолдарын басқа асықтарға тиетін болса, онда ойын ережесі бұзылады. Содан кейін келесі ойыншы ойынды жалғастыратын боламыз. Қазір мен сендерге 5 асық ойынын көрсетіп жіберемін. Асықтарды иіреміз. Мынау бізде балалар сақа асық. Бұл сақа асықпен біз ойынды ойнайтын боламыз. Бұл кезең балалар бізде бірлік асықтарды бір-бірден жинады. Енді келесі кезең асықтарды тағы да үйреміз. Екілік деп аталады. Асықтарды екі-екіден жинаймыз. Бізде үшінші кезең. Асықтарды үйреміз. Сақа асықты лақтырып, 3 асықты бірақ жинап аламыз. Егер де асықты жинай алмай алсақ, онда ойынды бізде келесі ойыншы жалғастыратын болады. Ал енді балалар бізде 5 асық ойынын Дана мен Дария бастайтын болады. Қазір сендер асықтарыңды үйресіңдер. Кімнің сақа асығы алшысынан түссе, сол ойынды бастайтын болады. Түсінік ма? Ал кеттік, асықтарымызды аламыз. Ойынды балалар тек қана бір-ақ қолмен ойнаймыз. Екінші қолымыз тіземізде тұрады.